Сәлем достар, Ассалима арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда сүзбелі құймақ немесе сырники деп айтып жатамыз. Сырникемізге қажетті заттар ең алдымен сүзбеміз. Мында менікі үй сүзбесі 1 килограмм, және 1 жұмыртқамыз, 8 ас қасық қант және 7 ас қасық бидай жармасы, яғни манная крупа, және дайын сырниктарымызды аунатып алғанға ұн қажет болады. Біз сүзбеміздің ең алдымен құрғақтығына мән беруіміз керек. Егер сіздердің алған сүзбе жаңағы сулы болса, онда кәдімгі марлеға салып, кәдімгі қатықты сүзіп алғандай сүзбемізді 1-2 сағат кішкене суынан сорғытып аласыздар. Енді біз осы сүзбемізге 1 жұмыртқамызды қосамыз. Және қантымызды, бидай жармамызды жақсылап араластырамыз. Сүзбемізді жақсылап араластырып алдық. Енді 15 минут осылай қойып қоямыз, өйткені сүзбеміздің құрамындағы артық суын жаңағы бидай жармасы толық сіңіріп үлгеру керек, яғни бидай жармамыз кішкене ісіну керек. Сол үшін 15 минуттай күтеміз. Сүзбемізді 15 минут ұстадық. Енді тақтайымызға ұн сеуіп аламыз кішкене. Және қолымызбен осындай дөңгелетіп, сүзбемізді дөңгелектеп аламыз. Және ұнға аунатып, осындай көлемде сырниктарымызды дайындап аламыз. Біз сырниктарымызды дайындап алдық осындай формада. Енді қызған майға, табамызға оттың астын баяулатып, қуырып пісіріп аламыз. Кішкене сұйық майымызды құямыз. Майымыз қызды, сырниктарымызды ақырын саламыз. Баяу отта асықпай пісіреміз. Асты сарғайып піскен кезде екінші жағына аударамыз. Екінші жағына аудардық. Енді қақпағын жауып 6-7 минут күтеміз. Сырниктарымыз пісті. Мінекей достар, біз бүгінгі сырникемізді әзірлеп болдық. Сондай дәмді. Егер рецепт ұнаса, пісіріп көріңіздер. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.